Гвоздика, қыздар, гвоздика. Үй жағдайында гвоздикадан, яғни қалампырдан бетке арналған тоник жасаймыз. Бұл сіздің бетіңізге не береді? Бұл сіздің бетіңіздегі терең әжімдерді және бетіңізді тартады, қыздар. Ал кеттік болмасам, қыздар, мен сіздерге түсіндіріп айтайын. TikTok пропускать ететін болса, міне, соңына дейін көрсетемін, қыздар. Қолымда тұрған міне 10 шақты міне гвоздика түйіршіктері, қыздар, қараңыздар, бұл қалампыр. Дәл осы қалампырды просто әшейін простой суға ештеңке салмайсыз, тұзда ештеңке салмайсыз, суға қайнатып аламыз. Міне, қыздар, мен алдын ала қайнатып, мынаны суытып дайындап қойдым. Себебі бұл қазір салқын күйде, бұны ыдысқа құятын боламыз, қыздар. Міне 10 шақты гвоздиканы просто әшейін суға салып, өстіп қайнатып, міне бұл суы керек, қыздар, салқын күйде. Салқындатып қойдым. Өшіріп қоясыздар, астын бұл суы. Сосын бұны, қыздар, салқын күйінде суығаннан кейін басқа ыдысқа сүзіп аласыздар, қыздар. Ішіндегі гвоздикасы қалу керек. Міне, мынаның өзі сіздерге. Мынау кәдімгі, қыздар, беттеріңізге нағыз, қыздар, тұнба. Бұл беттеріңізде әжім. Бұл беттеріңізде салбырау болатын болса, мұнау табиғи жолмен тартатын, қыздар. Егер үйлеріңізде осындай баночкалар болатын болса, қыздар, міне, қараңыздаршы. Осындай босаған пустой баночкалар болатын болса, міне, оны тастамаңыздар, иә, міне. Ол үйдегі домашний тониктерге өте жақсы келеді, потому что бұлар мына ұшы пшикать етіп себіледі ғой, содан өте ыңғайлы, қыздар. Дәл осындай баночкалар болатын болса, міне, мынаған как раз көп кетеді, қыздар. Ішін жуып тазартып, міне, жаңағы дайындап қойған тұнбаны осының ішіне құйып, қыздар, міне, оны мұздатқышқа қойып беймарал қолдана берсеңіздер болады. Тек қана жатар алдында, қыздар. Дәл осылай баночканы жуып тазалап алсаңыз, бұл үй жағдайында жасалатын тониктерге өте ыңғайлы, қыздар. Тұнбада салқындалып дайын болып қалды, қыздар, міне. Енді осыны осындай баночкаларға құйып қоясыздар, немесе таза бір ыдысқа құйып қойыңыздар. Баночкаға ләжі болса беті жабылатын. Сосын оны мұздатқышқа қоятын болсаңыздар да өте ыңғайлы болып тұрады, төгілмейді, қыздар. Ватный дискпен қолдансаңыздар да болады, немесе просто әшейін бетіңізге пшикать етіп сепсеңіз де болады, қыздар. Ал, қыздар, тоникіміз дайын болды, қараңыздар. Қандай баночка болса да бола береді. Шыныға құясыздар ма, немесе осындай босаған ыдыстар болса да, немесе өзіңіз дайын сатып алсаңыздар да, қыздар. Ең бастысы беті жабылатын болса болды, қыздар. Қаласаңыз ватный дискпен қолданыңыз, қаласаңыз тура осындай ыдыстарға құйып қолданыңыз, қыздар. Міне, үй жағдайында бетті тартуға, терең әжім, майда әжімдеріңізді тартуға, және де әжім түсірмейді, қыздар. Дайындаңыздар, қыздар, бұл тек қана гвоздика. Тек қана гвоздиканы суға қайнатып қана дайындайсыздар. Өте ыңғайлы. Сосын мұздатқышқа қойып жүре бересіздер. Салқын күйде таза бетке қолдана бересіздер, қыздар. Қараңыздар, міне. Гвоздиканың иісі шығып, бір күшті.